Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы баяндауыш. Өткен сабақта біз сендермен бастауыштың не екенін білген болатынбыз. Бастауыш дегеніміз іс-қимылдың иесін білдіретін сөйлем мүшесі. Бүгінгі сабақта сөйлемнің тұрлаулы мүшесін, баяндауышты анықтайсыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырасыңдар және жауап бересіңдер. Берілген мәтінді түсініп бірге оқиық. Киіз үй тегіс жерге тігіледі. Ол үшін алдымен керегелер шеңберлене керіліп, бір-біріне таңғышпен біріктіріп байланады. Содан кейін есік орнатылады. Керілген керегені айнала басқыр тартылады. Бұдан соң үйдің тура ортасында тұрған қолында бақаны бар қарулы жігіт шаңырақты жоғары көтереді. Көтерілген шаңыраққа айнала оқ шаншылып, оның екінші басы керегеге байланады. Оған киіз жабылып, үстін арқанмен бастыра тартып, байлағанда ғана киіз үй тігіліп болды деп есептеледі. Балалар, енді мәтіндегі жұлдызшамен берілген сөздердің мағынасын біліп алайық. Басқыр. Киіз үйдің ішін безендіруге қолданылатын өрнекті жалпақ құр. Бақан. Киіз үй тіккенде шаңырақ көтеруге пайдаланатын ұзындау ағаш. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдерші. Киіз үй тұрғызуды неден бастайды? Керегелер шеңберлене керіліп, бір-біріне таңғышпен біріктіріп байланады. Шаңырақ қалай көтеріледі? Киіз үйдің тура ортасынан бақанмен жоғары көтеріледі. Киіз үйдің тігіліп біткенін неден білеміз? Оған киіз жабылып, үстін арқанмен бастыра тартып байлағанда білеміз. Балалар, киіз үйдің қалай тігілетінін келесі бейнематериалдан тамашалаңдар. Киіз үйлер жердің бедерінің ерекшелігін, желдің бағытын және ауыз су алатын жердің қашықтығын ескеріп барып орнатылатын. Үй тігу барысында отбасы мүшелерінің атқаратын жұмыс тәртібі мен реті дәстүрлі түрде белгіленіп, бекітіліп қойылатын. Алдымен екі жағында бекітілетін жайылған керегесімен бірге есік орнатылатын. Осы бір жиналып жазылатын жеке қанаттардан тігінен құрылатын керегенің құрылымы көшпелі үйдің құрылымын жетілдірудің негізі. Бұл құрылым дәстүрлі киіз үйлердің жасалуының да негізі болып саналады. Келесі реттегі үй тігудің ең маңызды сатысы дөңгелек керме мен өзара қиылысқан имек күлдіреуіштерден тұратын шаңырақты орнату болатын. Шаңырақ көтеру деген ұғымның жалпы үйлі болу деген мағынаны беретіні кездейсоқ емес. Сондықтан шаңырақты үйдің сүйегінің басқа бөліктері сияқты талдан жасамай, ең берік мықты ағаш ретінде далада да өсетін қайыңнан жасаған. Уықтардың саны мен өлшемдері үйдің үлкен кішілігіне сәйкес болады. Үй үлкен болған сайын уықтардың саны да көбірек, жуандығы мен ұзындығы да артып отырады. Келесі жасалатын жұмыстар үй сүйегін жабуға және үйді әсемдеуге бағытталатын. Керегені сыртынан шым шилермен түгелдей орап жабатын. Содан соң үйдің көлеміне қарай 3 немесе 4 бөлік трапеция үлгісіндегі киіздер туырлықпен айқастыра бекітіліп жабылатын. Уықтардың үстіндегі күмбезді бөлігіне бірнеше бөлік етіп пішіліп жасалған киіздер, үзіктер жабылады. Шаңырақтың үстіне жабылатын киіз түндік деп аталады. Үйдің сыртқы, ішкі көрінісіне көрік беретін тоқылған, тігілген басқұр баулардың рөлі аса маңызды. Бейнематериал сендерге қызықты болды деп ойлаймын. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Мәтінімізге қайта оралайық.
Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді бірге оқиықшы. Тігіледі, байланады, орнатылады, тартылады, көтереді, байланады. Балалар, бұл сөздер бастауыштың әс қимылын білдіріп тұр. Балалар, бұл сөздерге сұрақ қойып көрейікші. Не істейді? Тігіледі. Не істейді? Байланады. Не істейді? Орнатылады. Не істейді? Тартылады. Не істейді? Көтереді. Не істейді? Байланады. Бастауыштың ісін, қимылын білдіретін сөйлем мүшесін баяндауыш деп атаймыз. Баяндауышқа не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, Дана оқыды, Найзағай жарқылдады, Асан оқып отыр. Мұндағы оқыды, жарқылдады, оқып отыр баяндауыш болады. Сөйлемде баяндауышты екі сызықпен сызамыз. Берілген сөйлемдерді бірге оқиық. Киіз үй тегіс жерге тігіледі. Кереге басқырмен тартылады. Шаңыраққа уық шаншылады. Бұл сөйлемдерді көшіріп жазыңдар. Енді сөйлемдерді сөйлем мүшесіне талдайық. Бастауыш пен баяндауышын табайық. Не істейді? Тігіледі. Тігіледі, баяндауыш болады. Астын екі сызықпен сызамыз. Не тігіледі? Киіз үй тігіледі. Киіз үй бастауыш болады. Астын бір сызықпен сызамыз. Мұнда киіз үй тігіледі, өзара байланысады. Кереге басқырмен тартылады сөйлеміндегі баяндауышты табайық. Не істейді? Тартылады. Баяндауыш тартылады. Астын екі сызықпен сызамыз. Не тартылады? Кереге тартылады. Кереге сөзі бастауыш болады да, астын бір сызықпен сызамыз. Мұнда кереге тартылады, өзара байланысады. Соңғы сөйлемдегі баяндауыш қандай? Не істейді? Шаншылады. Баяндауыш шаншылады. Астын екі сызықпен сызамыз. Не шаншылады? Уық шаншылады. Мұндағы уық сөзі бастауыш болады. Сөйлемде уық шаншылады, өзара байланысады. Бәрекелді оқушылар. Келесі тапсырманы орындайық. Берілген сөздерге қимылды білдіретін сөздерді табыңдаршы. Мұнда бізге оқушы және су сөздері берілген. Оқушы оқыды. Оқушы жазды. Оқушы ойнады. Оқушы сұрады. Келесі сөзді табайық. Су ақты, су ішті, су тоқтады, су әкелді. Бұл сөйлемдерді сөйлем мүшесіне талдайық. Не істеді? Оқыды, жазды, ойнады, сұрады. Және не істеді? Ақты, ішті, тоқтады, әкелді. Сөйлемде баяндауыш болады. Астын екі сызықпен сызамыз. Сөйлемдегі бастауыш қандай? Бірінші сөйлемдегі бастауыш оқушы. Кім деген сұрақ қоямыз? Екінші сөйлемдегі бастауыш су. Не деген сұрақ қоямыз? Астын бір сызықпен сызамыз. Естеріңе сақтаңдар. Балалар, бүгінгі сабақта нені үйрендіңдер? Сөйлемнің тұрлаулы мүшесін, баяндауышты анықтадыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарға жауап бердіңдер. Бәрекелді балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.